Қыздар, келесі 3-ші сабақ. Pinterest'тен қалай видео жазамыз. Pinterest'ке кіреміз. Pinterest'те бізде барлық керек, жаныңа керектің барлығы бар ғой. Қазақша жазса да, орысша жазса да, мектепке керекті, қандай жаңағы фото керек, видео керек, бәрі бар. Мысалы біз мына фотоны алайық дейік. Фотоны алатын болсақ, біз мынау 3 нүктені басамыз. 3 нүктені басамыз. Шықты, скачать изображениені басамыз. Осыны басамыз. Міне, қызыл сохранить деген шықты, я? Осы қызыл сохранитті басамыз. Сіздер, мысалы, сіздерде жаңадан ашып атсаңыз, сізге осындай диск сақтап қою керек. Менде, мысалы, көп пайдаланам, сондықтан менде бұл жерде не көп. Осы нені басасыз, веселые картинки дегенді баса салдым мен, кез келгенді басамыз. Дыбыс шығады, көрдіңіздер ма? Міне, дыбыс шығады, и мынандай бізде сохранить деген подписка жасайсаңыз да болады. Сохранить етілді, жоғарда, алдында шықты, жоғарда сохранено да шықты. Енді шығасыз, галереяны қарайсыз, галереяда сізде бұл түсті. Міне, көрдіңіздер ма? Осыны жазамыз. И фотоны қалай алуды көрдік, я? Енді Pinterest'тен бізге кез келген видеоны аламыз. Мысалы, жазасыз, қандай видео керек? Жаңа жылға видео десеңіз, бұлай қазақша прям жазсаңыз, идея деп жаздық. Қазақша жазсаңыз кез келген мына видеолар шығады. Мысалы, кез келген идеялар да бар бұл жерде. Мектепке байланысты, балабақшаға байланысты, үйде балаларға қызықтырып, неше түрлі нелер жасаңыз болады, видеолар жасасаңыз болады. Мысалы, жаңа жылға мына бір видеоны алайық, өзіңіз керегіңізді ала бересіз. Міне, осы видео маған керек, мысалы, я? Алдыңызда жаңа жыл, мен өзімнің статусыма ешқандай TikTok'тан, YouTube'тан жазып алмай, өзімнің тек қана керекті текстімді жазып, өзімнен шыққан нәрсені жасағым келеді. Сондықтан да осы видеоны алу үшін 3 нүктені басамыз. Мына жерде бізде копировать ссылку деген бар. Осыны басамыз. Міне, мына жерге шықты, жоғарыда бізде копировано деп шықты, я? Скопировано деп. Енді біз неге барамыз? Шығамызда Телеграмға барамыз. Телеграмда бізде SavvyUs бот тағы да бізге көмекке келеді. Осы SavvyUs ботты жазып алыңыздар Телеграмнан. Бұл деген көп сізге пайдасы көп, керемет дүние. Осыны жаздық, енді ішіне кіреміз. Жаңа біз TikTok'тан да осы жерге жаздық, я? Енді Pinterest'тен да осы жерден жазуға болады. Міне, жаздық. Мына жерге біз өзіміздің жаңағы алған ссылканы жаздық, я? Осы мынау хатқа біз салдық, енді жібереміз. Какой-то секунд сізге видеоны әкелді. Я, мына видео келді. Енді мынау осы жердегі секунды біткенше күтеміз. Одан кейін 3 нүктені басамыз. 12 секунд бар екен, 12 секунд күтеміз. 12 секунд күтеміз. Міне, түсті. Қараңыздаршы, бізге жаңағы видео түсті. Осы видеоны аласыз, Pinterest жаңағы CapCut'қа саласыз, өзіңіздің кез келген видеоңызды жасап ала бересіздер. Қызық болса, неге комментарийға жазыңыз, CapCut'тан қалай сіз видео жасайсыз, соны көрсететін боламын.